जानेमन तुम नंबर біздің Нұрмахан деген ағайымыз болатын. Сол кісі айтатын бізге, жігіт болсаң от бол, от болмасаң жоқ бол деп. Бұл Жиздуха жобасы сондай біздің лаулап жануымызға, көрермен табуымызға қатты үлесін қосқан, бақ болып келген әдемі жобалардың бірі болды деген ойдамыз. Қимаймыз әрине. Қазақстанның менмін деген барлық актерлары түскен, көрермені жақсы көретін әдемі жоба еді. Сондай жобаның бірі бүгін соңғы сериясы. Қимастық бар. Бірақ алла уақытта жолы Жиздухадан да жақсы жобалар шығарамыз деген ойдамыз. Бірақ Жиздуханың орны бір бөлек. Осы уақытқа дейін қолдап бізді көріп, сөзімізді сөйлеп жүрген барша миллион фандарға, жақсы жандарға алғысымызды айтамыз. Біз бармыз, қымбатты миллиондар, бізді ұмытпаңыздар. Енді Жиздуха жобасы адамдарға қызықты, күлкілі болғанмен, осы Жиздуханың түсірілім барысында неше түрлі мұңды оқиғаларда болды. Әсіресе отбасымызда әрқайсының төртеуміздің төрт түрлі семьямыз бар ғой енді. Біреуіміздің туысқанымыз қайтыс болды. Енді айта берсең көп. Енді Ерболат екеуміз семейный адамбыз, отбасылы адамбыз. Мына жақтан отбасыға да внимание бөліміз керек, мына жақтан киноға да бөліміз керек. Еще біз сценарийді өзіміз жазамыз. Халықты сол ішіндегі мұңын білдірмей, сондай мықтылық танытқан осы жанымдағы үш жігітке рахмет айтамын. Және де біздің кинода ойнап берген осы уақытқа дейінгі мықты актерлар ағаларымызға, әпкелерімізге алғыс айтамыз. Шәріпке рахмет, Есқараға рахмет енді. Ал, құрметті достар, бүгін Жиздуха 49, ең соңғы бөлім. Жиздуха осымен тоқталады. 50-ші бөлімі Қазақстанның барлық кинотеатрларында 15 ақпан күні шығады. Барлықтарыңыз күтеміз. Жалпы соңғы серия болғаннан кейін ба сәл қимастық бар. Бізді осы елге танытып, дүйім жұртқа паш еткен осындай талантымызды осы сериал арқылы халыққа, сіздерге жеткізе алдық. Әуелі Алла, одан кейін осы еңбектің арқасы. Мұның не деген сен оқып отыр? Шоу! Осы күндердің бәрін сағынады екенсің. Бүгін сезініп жатырмыз. Соңғы серия болып жатқанын. Достарымыз барлық өшері жүр. Ханжыр. МК арнасы келіп түсіріп жатыр. Ревью жаңалықтарын береді. Соңғы серияларын екен ғой деп. Сондай бір үлкен ағалар келіп жатыр. Бітейін деп жатыр ма бұл проекті деп. Барлықтарыңызға рахмет. Соңғы түйенің жүгі ауыр дейді. Аяқтан түсу өтіп кетті. Ойнап жатырмыз. Қолымыздан келгенше. Байсыздар, құрметті алтын бауырлар. Жалпы менің есімім негізі Шәріп емес, Бағлан. Осы Жиздуха сериалына келіп, дәл осындай мұртпен Шәріп болдым. Жалпы дәл қазір 49-шы серия Жиздуханың соңғы сериалы. Мен шынымды айтсам 7-ші серияда түскен. Ең бірінші, енді соңғы сериалға түсіп жатырмын. Уже қазір ойлап осыны айтып жатыр. Менде қимастық пайда болып жатыр. Ағаларымыз бар, барлығы бар. Қазір бізге білінбейді, ойнап күліп жүрміз. Бірақ осыдан кейін Жиздуха сериалы түсірілейін деп жатыр деп WhatsApp-та таралатын әңгімелер, группалар. Ертең сүйенге дайындалыңдар жігіттер, Бағлантай ертең сен түсесің, дайындал дейтін запистерді осы Жиздуха арқылы ести алмайын деп тұрып. Бірақ енді қанатамыз айтпақшы, кез келген нәрсенің өзінің шыңырау шеңі болады. Сол секілді Жиздуха сериалының соңғы сериясы өте
қызық болып жатыр, бір жағы күшті көңіл күйде көрінуге ұсынамыз, бір жағы қимастық бар, әжептәуір қимастық бар. Осындай. Давай! Бағымен келді. Браво! Браво! За Жиздуху прара! Рахмет бәріңізге. Бүгін 3 жылдан бері трендті бермей келе жатқан, көпшіліктің ықыласына бөленген миллиондаған просмотр бар Жиздуха сериалының соңғы сериясы аяқталды. Бәріңізге үлкен рахмет! Енді біз бір нәрсені айтып өтейін. Біз осы Жиздуханы бастаған кезде біздің қолымызда кішкентай Sony болатын. Арзан телефон, камера, арзан камера. Бірақ енді сонымен амалдап түсірдік. Бірақ енді соңғы сериямыз осындай камераға дейін жеттік. Ана аржанды. Бұдан артық камера жоқ кино әлемінде. Arriba! Осы уақытқа дейін Жиздуханы түсірген оператор, ағалар, режиссерлар барлықтарыңызға рахмет. Мұрат Қожекенге рахмет, Серік Талас Тәдемізге рахмет. Бәріне үлкен рахмет. Ама яфтелікі! Енді Құдай қаласа 15 ақпан Жиздуха фильміне бәріңізді Ассалаумағалейкум қымбатты миллион фандар, жақсы жандар. Қалайсыздар, жақсысыздар ма? Дубайдан жалынды сәлем бәріңізге. Соңғы постқа қарап бір көз. Адана осы. Да. Осымен өкінішке орай бәрі бітті. Öyle mi? Жиздуха сериалы соңғы сахнасы дейді ғой. Tabii. Ұрып кеткенде Жиздуханы бітірімде де ұрып кетті. Құрметті достар, қасқырлардың апанынан сіздерге жалынды сәлем. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілейміз. Соңғы посттың астына қолдау білдіріп жатқан миллион фандарға, жақсы жандарға тек қана алғыс білдіреміз. Баршаларыңызға үлкен алғыс. Сіздердің керемет қанатты сөздеріңіз бізді одан арғы қанаттандырып, жігерлендіріп жатыр. Біз бұнымен тоқтамаймыз. Барлықтарыңызға сәттілік. Әлі сіздерді талай жаңалықтармен қуантамыз деген ойдамыз. Баршаларыңызға үлкен алғыс. Ал біз керемет шырайлы Шымкентте тағы да жоспарларымызбен қалаға шықтық. Сіздерден қолдау күтеміз әлі де.